Bismillahirrahmanirrahim. Құран сөзіндегі әлем заңдылықтарынан тұратын Әл-Фараби мен Абай ілімдерін жалғастыруға қазіргі қазақ еліндегі абайтанушы ғалымдар мен дін иелерінің және жер бетіндегі билікке өзгерістің жоғарыдан болатындығын айтып жатқан бақсы, балгер, көріпкел, емші, зікіршілердің ой өрісі жеткен жоқ. Өйткені абайтанушы ғалымдардың ой өрісі Абай қазақ елінің бас ақыны деген материалистік көзқарастан әрі асқан жоқ. Ал шетелдерден 8-9 жыл дін оқуын оқып келетін адамдардың білімі әлі күнге дейін құлшылықтан әрі асқан емес. Ал оппозицияның басындағы билік иелерінің алдына қойған мақсаты халықты митингіге шақыру, оларды арандату, сол арқылы билікке, байлыққа қол жеткізу. Жалпы халықтық биліктің Әл-Фараби мен Абай ілімдерінен тұратын ғылыммен олардың ешқандай ісі жоқ. Барлық оппозицияның басындағы билік иелерінің мақсаты масондық биліктің мұрагері болып табылатын президенттік билікті жүзеге асыру. Совет өкіметі кезінде әр республиканың басшысын сайлау, ондағы билікті жүзеге асыру Кремльдегі коммунистік партияның жоспарланған жоспары арқылы жүзеге асырылып отырды. Қазіргі кезде әр мемлекеттің президентін сайлау, оның билігін масондық биліктің жоспары арқылы жүзеге асырылуда. Біздің өткен ата-бабаларымыз Құдайға сенетін сенбейтіндерді ақылды, ақымақ деп екіге бөлген. Олар Құдай мен халықпен іші жоқ нәпсінің жетегіндегі ақымақ биліктің соңынан ерген елді кәпір қауымы деген. Ислам әлемінде кәпір сөздің мағынасы надандықты білдірген. Ислам әлемінде халықты надандықтан жарыққа шығарудың, оларды құлдықтан құтқарудың бірден бір тура жолы Алла сөзіне бет бұру.